12-ші есеп. Теңдеуді шешіңіз. 3 жақшаның ішінде x минус 2 тең x плюс 4-ке. Бұл теңдеуді шешу үшін алдымен жазып алайық. 3 x азайтылған 2 тең x қосылған 4-ке. Енді жақшаны ашайық. 3-ті x-ға көбейтеміз және 3-ті минус 2-ке көбейтеміз. 3-ті x-ға көбейтсек 3x болады. 3-ті минус 2-ке көбейтсек минус 6 болады. Тең x қосылған 4-ке. Енді осы теңдеуде ұқсас мүшелерді біріктіреміз. Мұнда x-тарды және сандарды. 3x. Мынау x-ті теңдіктің бер жағына өткізсек, ол минус x болады. 4 өз орнында қалады, ал минус 6 теңдіктің оң жағына өткенде ол плюс 6 болып өтеді. Сонда 3x-тан x-ті азайтсақ, ол 2x тең 4-ке 6-ны қосамыз, 10-ға тең. X-ті табу үшін 10-ды 2-ге бөлеміз. Сонда x тең 5-ке. Есеп жауаптардың ішіндегі дұрысы 5. Д нұсқасы.